Сәлем достар, біз бүгін ұрықтың қан айналымын өтетін боламыз. Ұрықтың қан айналымының ерекшеліктері. Ода өкпе жұмыс жасамайды, яғни кіші қан айналым шеңбері әлі іске қосылмаған. Өйткені олар мұрын арқылы, немесе ауыз арқылы әлі қоршаған орта арқылы оттек қабылдап отырған жоқ. Келесі ішектерден сіңірілу процесі жүрмейді, яғни ұрық қоректік заттарды барлығын анасынан алады және бауыр қан түзу ағзасы қызметін атқарады. Ұрықта жұмыс жасайтын құрылымдар ол кіндік бау, түтіктер және форамен овале. Түтіктер дегеніміз дуктус венозус немесе аранцевый проток, дуктус артериозис немесе баталовый проток, проток немесе түтік. Келесі кіндік бау, вена умбиликалис және артерия умбиликалис. Енді барлығына анығырақ тоқталайық. Бұл жерде мынау көріп отырғанымыз плацента, немесе ұрық жолдас. Қызылмен берілген бізде вена умбиликалис, ішінде артериялық қаны бар, ал екеуі көкпен берілген, ол бізде жаңағыдай артерия умбиликалис, ішінде веналық қаны бар. Осы жерде вена умбиликалис ең алдымен ұрықтың ағзасына кіреді, яғни мынау көрсетілген бізде кіндік, ішінде артериялық қаны бар вена умбиликалис кіреді, және ол вена кава инфериорға, яғни төменгі қуыс венасына екі жол арқылы өз тармағын береді. Бірінші тармағы вена порты, яғни қақпа венасына қарай кетіп, бауырдан, одан кейін бауыр венасы арқылы мына жерде тұрған вена кава инфериорға қарай қосылатын болса, вена умбиликалистің екінші тармағы ол дуктус венозус арқылы. Дуктус венозус немесе аранцевый түтік арқылы вена кава инфериорға қарай қосылады. Яғни осылай вена кава инфериор бізде оң жақ жүрекшеге қарай құяды. Енді жоғары жақтан бастан, мойнынан және оң қол, сол қолдан тоже жаңағыдай веналық қан кіреді. Веналық қан кірді, жаңа бізде мына жерден кірген ол артериялық қан тұғын. Артериялық қан осылай вена кава инфериорға бірі бауырдан өтіп, екіншісі аранцевый протоктан өтіп, вена кава инфериорға қосылған еді, солай оң жақ жүрекшеге құйған болатын. Енді жоғары жақтан тоже веналық қан кірді, то есть мына оң жақ жүрекшеде бізде аралас қан пайда болды. Жаңа негізі таза артериялық қан кірген еді. Солай араласқан, енді араласқан бізде екі жол арқылы өзінің арғарай қан айналымын жасайтын болады. Оң жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға өткен соң біз білеміз, ол бізде өкпе сабауы арқылы өкпеге қарай кетеді. Бірақ өкпе сабауы арқылы өкпеге қарай кеткенмен де ол жерде бізде өкпе әлі жұмыс жасамайды деп жаңа айттық. Сондықтан да ол мына оң жақ жүрекше, оң жақ қарыншадан кейін өкпе сабауы арқылы бізде бірден аортаға қарай, яғни қолқаға қарай құйып кетеді. Бұл жерде дуктус артериозис маңызды болып отыр. Яғни осы баталов түтігі арқылы жаңағыдай араласқан, осылайынша аортаға қарай құйды. Мынау бізде көрсетілген дуктус артериозис. Негізінен кәдімгі ересектердің қан айналымында бұл дуктус артериозис өзінің функциясын жасамайды, яғни олар қарай өкпеге кетуі керек еді. То есть бұл бізде бірінші жол. Оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, өкпе сабауы ары қарай дуктус артериозис арқылы аортаға құю. Келесі қан айналымының жолы оң жақ жүрекшеге келген араласқан, яғни төбеден бізде веналық қан кірді, вена кава инфериордан таза артериялық қан осылай араласты. Бірінші жолын айттым, екінші жолы форамен овале, яғни сопақша тесік. Сопақша тесік арқылы оң жақ жүрекшеден сол жақ жүрекшеге қарай өтеді. Одан кейін ол сол жақ қарынша және де аортаға тікелей құяды. Осылайынан міне аортаға бір жерінен өтті араласқан. Екінші жағынан мынау оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша өкпе сабауы аранцевый проток арқылы тоже аортаға қарай құйды. Сонымен жаңағыдай аорта өз тармақтарын береді. Осылай міне кидней дейді, яғни бүйрекке қарай жалпы организмде барлық органдарға, тіндерге тарайды. Міне осылай келіп, былайынан жиналады. Яғни бұл умбиликаль артерис деп жазылып тұр. Яғни артерия умбиликалис екі тармақ организмге араласқан тарайды. Осылай жиналып, мына жерде кіндіктен шығады. Және бұл кіндік баудың құрамына кіреді. Артерия умбиликалис ішінде веналық қаны бар. Сол веналық қанмен бірге ұрық жолдас арқылы ана ағзасына қарай кетеді.